Түбіртек талап етте жүлдені ұтып ал атты акция биыл да өз жалғасын тапты. Аталмыш акция мамырдың 1-нен бастап тамыздың 8-не дейін жалғаспақ. Толығырақ сюжетте. Акцияны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер комитеті фискальдық директор оператормен бірлесіп өткізуде. Акция бүкіл Қазақстан Республикасының аумағында өтеді. Сегодняшний день комитетом государственных доходов акцияны өткізудің басты мақсаты азаматтық белсенділікті арттыру, азаматтардың тауар, жұмыс және қызмет тұтынушысы ретіндегі өз мүдделерін қорғау бойынша құқықтық мәдениетін қалыптастыру, көлеңкелі экономиканың мөлшерін қысқарту. Науқанға кез келген тауарды сатып алу кезінде берілген фискальды түбіртек жинаған барлық кәмелет жасына толған азаматтар қатыса алады. Бүгін аталмыш науқанның Батыс Қазақстан облысы бойынша жүлдегер атанған Ерлан Нұрмұхаметов арнайы сыйлықпен марапатталды. Как услышал, что вот идет розыгрыш. Акция туралы алғаш естігеннен кейін жанармай бекетінде алған түбіртегімнің ақпараттарын енгіздім. Ал келесі күні менің нөмірім арнайы жүлдеге ие болғанын хабарлады. Дәл қазір сыйлығымды алып тұрмын. Барлығы шынайы екеніне көзім жетті. Ұтысқа қатысу үшін таңдау тегін мобильді қосымшасын ұялы телефонға жүктеп, түбіртектің ақпаратын толтыру қажет. Қатысушылар арасында 100 күннің ішінде 100 смартфон ойнатылмақ. Әрбір азамат өзінің қолындағы смартфонын App Store или болмаса Play Market қосымшасын жүктеп, жаңағы өзінің деректерін тіркеу керек. Онан кейін әрбір азамат дүкеннен тауар или әртүрлі қызмет алған кезде кәсіпкерлерден жаңағы онлайн касса аппараттан жаңағы чекті талап етіп, сол қосымша арқылы, таңдау деген қосымша арқылы жіберілу керек. Сол жіберген сәттен бастап жаңағы жіберген азамат уже қатысушы болып есептеледі. Орал қаласының азаматтарын барлықтарыңызды жаңағы акцияға қатысып смартфон ұтып алуларыңызға шақырамын. Гүлсара Марат, Дастан Бижанов, Нұртай Батырғалиев, Ақжайық телеарнасы.